Assalamu алейкум, қадірлі отарластар, құрметлі пайтақтымыздың мейманлары. Ең дәслеп баршаңызды міне театрған жаңа жыл байрамыменен қызғын құттықтаймыз. Бір нәрсені айрықша мақтанышпенен айтуымыз керек. Жұмақланып отырған жыл хақ кеулі халқымыздың тілегі һәм құрметлі президентіміздің қолдау-қуатлауыменен Қарақалпақстан үшін айрықша табыстарға, ұмытылмас тарихи уақиғаларға бай һәм берекетлі жыл болды десек қателеспейміз. Әсіресе бұл жұмақланып отырған жылда халқымыздың ең есте қаларлы уақиғалардан бір сипатында құрметлі президентіміздің милли мирасымызға болған жоғары ітібары нәтижесінде Қобыз һәм Қара үйіміздің ЮНЕСКО-ның тізіміне кіргізілген айрықша мақтанышпен айтып өтсек арзиды. Сондай-ақ жұмақланып отырған жылда халқымыздың абданшылығын тәмінлеу, экономикамызды елге қолдау-қуатлау мақсатында ірі карханалар іске түсіріліп, пайдалануға тапсырылды. Мысалдармен айтатын болсақ, Аквапауэр компаниясы тарапынан гигант самал электростанцияларының құрылып отырғанлығы, Бозотауда 6 этажлы заманауи санаторияның жұмыс басталғанлығы, гимнастика орайы, күрес шеберлігі спорт мектебінің ашылғанлығы, ісбермелеріміз тарапынан жылыту радиаторлары һәм базальттан ысылық материалдарын істеп шығару ірі карханалар іске түскенлігі, елімізде туризмді рауаждандыру бағдарында пайтақтымызда бірінші мәрте шетел бренд астында Рамада мейманханасының жұмыс басталғанлығы, әсіресе көп милләтті халқымыздың миллилігін өзінде жәмлеген Тақтөбеде Тақтөбе этно ауылының құрылғанлығы, сондай-ақ фермерлер һәм диқанларымыздың бәленден бәлен қырмалар жаратқанлығы, әлбетте бұлардың барлығы құрметлі президентіміз тарапынан Қарақалпақстанға болған айрықша ітібарының әмелі көрінісі болып, 2025 жылында осындай қуанышлы мәулітлермен халқымыздың ядында сақталып қалмақта. Әлбетте 2026 жылда бұндай игілікті істер давам еттіріліп, махаллелерді рауаждандыру, жастарымызды, нұранилерімізді, аял қыздарымызды, ісбермелерімізді, сондай-ақ кем тәмінленген шаңырақтарды қолдау-қуатлау тек арғы вазифаларымыздан болып қала береді. Сіздерді және бір мәрте 2026 жыл жаңа жылменен құттықтаймыз. Жаңа жыл елімізге әрбір шаңыраққа мол ырысқы несібе, дәулет, берекет алып келсін дейміз. Суымыз мол, аспанымыз ашық болып, әрбір шаңырақ бақытлы жасағай. Елімізде татулық, ауызбіршілік болып, жаңа жыл баршамызге құтлы келсін дейміз. Рахмет ітібарыңыз үшін. Рахмет.